Ораза кезінде денеде бірқатар биохимиялық өзгерістер болады. Қанның қышқылдығы жоғарылайды. Улы заттар денеден несеппен тері, ішек және өкпе арқылы шығады. Құрметті оқырмандар, ашылу кезінде ағзаңыз қалай улы заттардан тазаратыны туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ораза кезінде екі қолды фактор өте маңызды. Бірінші, ораза ұстаушы ауыз ашқан соң жеткілікті су ішуі керек. Екінші, жеткілікті оттегіні алуы қажет. Оттегі ең алдымен таза ауадағы қозғалыстың арқасында келеді. Ал бөлмедегі ауа тым жылы болмауы керек, яғни 20-21 градустан аспауы қажет. Ораза ұстаушы үшін ең қиын нәрсе алғашқы 3 күн. Дене сыртқы тамақтанудан ішкі тамақтануға ауысқанға дейінгі аралық. Бұл әлсіздікпен, бас айналумен, бас ауруымен және қан қысымының төмендеуімен, іштің өтуімен, жүрек айнуымен бірге жүруі мүмкін. Бұлар жеңіл астениялық жағдай деп аталады. Дене тамақ күтеді, ал оны алмаған кезде ол ішкі тамақтануға ауысады. Ішкі тамақтану дегеніміз ағза өзіндегі жиналған қорлармен қоректенуін айтамыз. Ағзада токсиндер неғұрлым көп жиналса, алғашқы 3 күнде әлсіздік соғұрлым басым болады. Енді ағзадағы токсиндер қалай жиналады және оны қандай мүше шығарады? 11 ай ішіп жеген тамақ, су, шай барлығы ішектер арқылы қанға сіңіп жасушаларға жеткізіледі. Ағза осылайша үздіксіз қоректенеді. Ағза тоқтаусыз жұмыс істеу арқылы өзінен артық токсиндерді шығаруға шамасы жетпейді. Себебі көп күшін тамақты қорытуға және артық заттарды несеп пен нәжіс арқылы шығаруға жұмсайды. Одан артылған улы заттар ағзада қалып жинала береді. Ал бұл жиналған улы заттар ағзада кез келген ауруға шалдықтыруы әбден мүмкін. Ондай заттарға ақуыздар, көмірсулар мен майлар, күшті минералдардың қалдығы жатады. Ашылу кезінде ішкі тамақтануға ауысқан соң, ағза осы аталған заттардың қалдықтарымен күрес жүргізеді. Бауырдың энергетикалық арнасы түнгі сағат 3-те ғана белсенді болады. Осы уақытта бауыр қаннан көптеген токсиндерді сүзеді. Таңертең ағзадағы улы заттардың концентрациясы ең жоғары деңгейде болады, және оларды ағзадан шығару үшін оттегі қажет. Егер жатын бөлмеде ауа аз болса, онда науқас бас ауруы мен әлсіздікпен оянуы мүмкін. Мұндай жағдайда оттегіні алу үшін таңертеңгі таза ауада гимнастика, тыныс алу жаттығулары және серуендеу керек. Ағза оттегіге бай болса, онда организмнен токсиндерді шығару тез әрі жеңіл жүреді. Ораза басталғаннан кейін бірінші-екінші күндер өткен соң, дене енді тамақ ішпеуге үйрене бастайды және өз ресурстарын пайдалануға көшеді. Өкпенің, терінің, бүйректің, өт қабының және ішектің тазарту қабілеті артады. Ақыр соңында ағза метаболизм процесінде әлі еріп үлгермеген зиянды заттарды кетіру үшін барлық қорғаныс реакцияларын іске қосады. Осының арқасында ағзадан тамақ, ауа, су немесе дәрі-дәрмектермен бірге келген химиялық заттарды шығарады. Осының көрінісі ретінде ораза ұстаушыда іш өтеді, терісінде бөртпе пайда болады, тілінде сары, қоңыр жабынды түзілуі мүмкін. Кейбір ораза ұстаушыларда іштің ауруы, тістің қызыл жиегінің қанауы болуы мүмкін. Бұл табиғи процесс және өтпелі кезең. Ұзақтығы 5 күннен 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Оразаның 5-ші күнінен кейін дене біртіндеп тепе-теңдік күйіне ене бастайды. Клиникалық көріністер, яғни жабынды жабылған тіл таза болады, аузындағы жағымсыз иіс аз сезіледі, іштің өтуі тоқтайды және дене жаңа энергиямен толтырылады. Ең ғажабы, ораза ұстаушыда тоқтық сезімі пайда болады. Құрметті оқырмандар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын.